6 бөлім. Арада айлар өтіп жатты. Мен көтерген бала түсіп қалса екен деп тіледім. Бірақ құрсағымда жатып өсіп жатқан сәбиім жарық дүниеге келуге асығып жатыр. Әлі дүниеге келмеген қошақанымды сипалап жылап аламын. Мына өмір бәрібір бұл балапаныма бақыт сыйламайды. Мен сияқты көше кезген қайыршы болады. Айы күнім жетіп өмірге қыз бала әкелдім. Өте әлсіз, ауру болып туылды. Ешқандай күтім көрмегенмен дені сау бала тумайтыным анық. Туған бойда бала сатып алушылар келген еді. Бірақ менің қызымды ешкім алмады. Менен басқа 1-2 күн бұрын туғандардың баласын еріксіз түрде тартып алып жатты. Алмаған. Сенің жолың болды. Мүгедек балаң өзіңе құт. Енді ақшаны мол табасың деген басшымызда жүрек жоқ. Тоя тамақ ішпейтін менен сүтте шықпай, қызым шырылдап жылай беретін. Бауырыма басып, құшақтаған күйе қызыма сыбырлаймын. Ботамай, жыламашы, ертең көшеге шығамыз, қарныңды тойдырамын деп сөзімді сыбырлап айтамын. Қарны ашқан сәби оны қайдан түсінсін? Шырқырап жылай береді. Баланың даусына жүйкесі тозған басшымыз: ана баланың үнін өшір, әйтпесе өзім өшірем деп айқай салды. Туылғанына 1 күн болмай көшеге қайыр тілеуге шықтым. Қолымда бөтелке бар, ішінде есірткі қосылған сүт. Оның өздері дайындап берген. Ешкімге көрсетпей төгіп тастағым келеді. Қызыма берсем, одан мәңгі айырыламын. Сиган анамның талай естіп, көзбен көріп келем. Жаңа туған сәбидің мәйітін талай жерлеген жас аналарды. Солардың күйін кешпес үшін қолымна келгенше тырыссам да, ауру қызым шырылдап жылай берді. Жалғасы бар.